Бүгінде біздің халқымыз үшін дәстүрлі емес және жалған діни ағымдар мәселесі өткір тұр. Жастарымыздың бір бөлігі өмірде осы жат жалған діни көзқарасты көзсіз қабылдайды. Өйткені біздің қоғамның бір бөлігінің шеттен келген жалған діни әсерлерге иммунитеті әлсіз. Біздің конституция сенім бостандығына кепілдік береді. Бұл факт. Бірақ өздеріңіз білетіндей шексіз еркіндік деген болмайды. Ол дегеніміз хаос. Барлығы да конституция мен заңдар аясында болуы тиіс. Әркімнің таңдау құқығы бар. Діни таңдауға өте үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Өйткені адамның өмірлік салты, тұрмысы көп жағдайда бүкіл өмірі соған байланысты. Бүгінгі интернет пен жоғары технологиялар ғасырының ақпараттар тасқындаған заманында адамның ақыл санасы мен білім тәжірибесінің сүзгілік қызметі аса белсенді пәрменге ие болуы керек. Қазіргі таңда қоғамның тұрмыс салты мен дүние танымының жүйесі ретіндегі діннің рөлі айтарлықтай өсті. Діннің қоғамдық қатынастарға, қоғам санасының діни компонентін қалыптастыруға ықпал ету спектрі күшейіп, кеңейе түсуде. Халықтың әртүрлі топтар өкілдерінің рухани, соның ішінде діни өмір салтына деген қызығушылығы артуда. Елімізде әртүрлі діндер мен конфессия өкілдерінің бейбіт қатар өмір сүруі және өзара тиімді іс-әрекет ету үшін қолайлы жағдайлар жасалған. Мұсылмандар, христиандар және басқа діни сенім өкілдері біздің көп конфессиялы және көп ұлтты ортақ үйімізде қоян қолтық араласа өмір сүріп жатыр. Қазақстандағы конфессияаралық қатынастар әлемдегі көптеген елдер үшін үлгі болып отыр. Жалпы, дін қоғам мен мемлекет дамуының қажетті және сөзсіз жағымды факторын айнала бастады. Дей тұрғанмен, дінмен байланысының бәрі бірдей оң сипатқа ие бола бермейді. Сондықтан біз діннің жағымды жақтарын айтып қана қоймай, әрбір жағдай мен үдеріске әділ көзбен, шыншылдықпен қарап, тиісті бағасын беруіміз керек. Өкінішке орай, дін рөлінің арта түсуі барысында халықтың діни өмірінің кейбір келеңсіз көріністері ашыла бастағанын айта кетелік. Аталмыш мәселені зерделеу көрсетіп отырғандай, елімізде қалыптасқан қағидаларға мойынсұнбайтын азаматтар да жоқ емес. Кейбір дінге сенушілердің қоғам алдындағы конституциялық, азаматтық борышын атқарудан бас тарту оқиғалары көрініс алуда. Өзіміздің дәстүрлі дініміздің ханафи бағытындағы шеңберінде бүкіл халқымыздың, ұлтымыздың, оның ішінде ең бастысы жастарымыздың діни сана сезімі қалыптаспайтын болса, онда ол басқа көрінген көн аттының сол идеологиясының құрбаны болуы әбден ықтимал екендігін біз айқын көріп тұрмыз. Өкінішке орай мемлекетімізде 2011 жылдары баршамызға аян кейбір террорлық іс-әрекеттерге барды. Еліміздегі радикалды бағыттағы дәстүрлі емес діни ағымдардың өкілдері. Кейбір террористік актілер өзі біз көзіміз көрді, құлағымыз естіді. 2011-12 жылдары Атырау облысында, Ақтөбеде, өзіміздің Қарағанды облысында, Балқашта, не болмаса Алматыда, Таразда қандай бір белгілі бір топтың сондай бір қатты әрекеттерге, қылмысқа барғандарын баршамызға белгілі. Экстремизмнің негізгі белгілері. Мемлекетке диктатура орнатуды ашық жариялайды. Яғни, бұл дегеніңіз елдегі азаматтардың саяси және азаматтық құқықтарын кемсіту. Елдегі конституциялық құрылымды үзілді-кесілді мойындамайды. Оны зорлық-зомбылық күшімен жоюға және билікті заңсыз басып алуға ашық түрде насихаттайды. Заңсыз қарулы жасақтар құрады. Елде әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, тіл және діни алауыздықты қоздырады. Сонымен қатар, осы ерекшеліктер бойынша азаматтардың құқығын шектеуді мақсат етеді. Елде белгілі бір ұлттың немесе діни конфессияның тоталитарлық режимін орнатуға мүмкіндік береді. Секталар,
қоғамда діни және этникалық төзімсіздікті, отбасы ішінде араздықтардың пайда болуына жол ашады. Сөйтіп, социумның негізі мен адамдардың арасында дәстүрлі этикалық және ішкі этникалық қарым-қатынастардың жойылуына ықпал етеді. Діни экстремизмнің пайда болуы мен көріністері бұл күндері жан-жақты зерттеліп, оған қарсы тұрудың саяси, әлеуметтік, құқықтық тетіктері жасалды, әрі олар жылдан жылға жетілдірілуде. Соның нәтижесінде бірқатар кері ағымдар қызметі тоқтатылып, олардың теріс әрекеттері халық алдында әшкереленді. Соқыр сенімге берілудің басты үш негізі бар. Біріншісі, діни сауатсыздық. Дінге толық таныммен келмеу діни сауатсыздықтың басты көрінісі болып табылады. Екіншісі, діни сауатсыздықтың кесірінен теріс пиғылды ағымдардың өкілдерінің сөзіне еріп, надандықтан шыққан соқыр сенім. Бұл қазіргі қоғамда болып жатқан құбылыс. Үшінші, әлеуметтік мәселелер. Айналысатын ісі жоқ, жұмыссыз жастардың болашаққа сенімсіз жағдайын пайдаланып, экстремистік идеологияны саналарына сіңіреді. Адамдар білім алу, мамандық таңдау және қоғамда әлеуметтену, негізгі араласатын ортасын құру, рухани қағидаттар мен бағдарын қалыптастыру секілді негізгі әлеуметтік және демографиялық өмірлік кезеңдерінен жас кезінде өтеді. Әлеуметтік және азаматтық тұрғыдан есею шағында жастар көбіне біз үшін жат ықпалды күштердің алдында әлсіздік танытады. Әсіресе жастар діни экстремизм мен терроризм субъектілері тарапынан жасалған идеологиялық шабуылдардың алдында қорғансыз болып келеді. Жастар әділдік пен жақсылық үшін күресте барлық іс-әрекетке, соның ішінде шектен шығушылыққа да бой ұрады. Мәселен, Хизбут Тахрир, Орталық Азиядағы маджахеттер жамағаты, Жунт әл-Халифат сынды экстремистік және террористік ұйымдардың негізінен ылғи жастардан құралғаны бізді алаңдатады. Жалпы, бүгінгі жастарымыздың түрлі ағымдар мен секталардың жетегінде кетуінің ең басты себептерінің бірі ретінде діни сауатсыздық деп көрсеттік. Оларға дін мәтіндерін өздеріне қажетті мазмұнда түсіндіріп, миларын улайды. Осылайша тығырықтан шығар жолды көрсеткен болады. Осының салдарынан қаншама жастарымыз түрлі қателіктерге бой алдырды. Тіпті бүгінде жастарымыздың алды қылмысқа барып, жазасын өтеуде. 4-ші курс оқып жүргенде намазға жығылдым. Содан оқу бітірдім, диплом алып келдім. Ауылда сол ескі достарыммен сол жерде араласа бастадым. Мешітте намаз оқып жүріп, осы топқа қалай түскенімді өзімді білмей қалдым. Оған адам түсейін деп түспейді, бірақ жаңағыдай өзінің сенімдеріне, сенім дұрыс, сенім болмағаннан кейін осы жолға келеді адам өзі. Соны дұрыс деп ойлап, Құран аяттарын дұрыс түсінбей, хадистерді дұрыс түсінбей келеді осы жолға. Менің негізгі қателескен жерім күпірге шығару мәселесі болған. Соның ішінде осы мемлекетті күпірге шығару, ля иляха иллаллах Мұхаммадар Расулуллах деп айтып тұрса да, егер ол намаз оқымайтын болса, ол кісіні жаңағыдай амалы болмағаннан кейін күпірге шығаратын едім. Бүгінде ол көзқарасымнан қайттым. Әрине ол барлығы сол білімсіздіктен болғаны, сол аят, хадистерді тікелей түсінгеніміз, арнайы бір діни білімнің болмағандығының кесірінен осындай жағдайға душар болып отыр бүгінде. Бірақ Құдайға шүкір, бүгінде тәубеме келдім, бәрін түсіндім. Олар өздерінен басқаның барлығын дұрыс емеске салып қаралай бастайды. Ал бұл жағдайдың соңы үлкен келіспеушілік, дау-дамайға ұласып, бір сөзбен айтқанда террорлық амалға итермелейді. Сотталуыма себеп болған бірінші өзім негізі ауылда өскем. Сол ауылда дін жағынан хабарым болған жоқ, бірінші білім болған жоқ ешқандай. Кейін өзімнің досым, кластасым қалаға келген екен, сол намаз оқып жүрген екен. Бірінші Құран үйрену жаңағыдай. Кейін намаз оқысаң таза жүресің ғой деген мақсатта бастадым да. Кейін ол досым болған екен, оның сөздері дұрыс деп жаңағыдай барлық нәрсені дұрыс қабылдадым да. Одан кейін мен имамдарды, ол кісілер жаңағыдай имамдар дұрыс емес, біздікі ғана дұрыс деп айтатын, және біз Құран сүннетпен ғана жүреміз
деп айтатын да. Соны дұрыс деп басында қалай басталды, солай кетті да. Содан кейін имамдар ол маған не айтып тұрса да жаңағыдай, хадис, Құран аят айтып тұрса да, қабылдаған жоқпын да мен өзімше негізінде. Өйткені не ғой жаңағыдай, ана кісілердікі дұрыс, мынакі дұрыс емес деген жамандап тұр. Соқыр сенімге берілгендер қиналып өсірген ата-анасын тыңдаудан қалып, бөлекше бір әлемге кіріп алады. Әрине ол бостандықта да бұл нәрселерді түсінуге болар еді деп ойлаймын өзім. Бірақ енді Алла Тағала әртүрлі жолдармен әкеледі ғой өз пенделердің тәубесіне. Ағаларымызға рахмет, имам, теологтар бәрін түсіндіріп, сол аяттарын, сол кездегі ұстанған аяттарымыздың, хадистеріміздің тәпсірін беріп, шарқын айтқан түсіндірмесін айтып берді, ашып. Әрине өте өкінемін. Әу баста бәрін сол кезде дұрыстап, ақылға салып, електен өткізбегеніме, әке-шешемнің айтқан сөздеріне құлақ аспағаныма өкінемін. Бірақ өмір әлі де жалғасып жатыр. Құдай қаласа осы жерден шыққаннан кейін басқа адам болып шығам деген өзімнің болашаққа сенімім зор. Әке-шешеме қарсы шықтым, немен қарсы шықтым? Олардың айтқандарын жаңағыдай жұмыс істеді, жұмысқа орналастырды, бірақ келіспедім мен. Неге? Өйткені менің көзқарасыммен, менің сол кездегі идеологиямен сай келмеді ол жердегі жұмыстар жаңағыдай. Ол жерде әйел адамдар жұмыс істейді дедім, олар мен үшін жаңағыдай фитна деген сияқты. Кейін тағы бір жерлерде қатынап жұмыс істейтін жұмыстар, 15 күн жұмыс істейсің, ол жерде етін жемей қойдым, ол жерде карт ойнайды, арақ ішеді, олар жаман сөздер сөйлейді, мен олармен араласа алмаймын деп, осындай себептермен мен ол жерде жұмыс істемеймін. Болмаса басқаша олай қарсы келген жерлерім жоқ енді. Енді айтты әке-шешем, балам, бұның арты жақсы болмайды. Ертең мына араласып жүрген адамдардың ертең бәрібір сотталасың деп айтқан еді негізі. Соқыр діни сеніммен күресте ең маңызды қадам бұл діни сауаттылық екендігі даусыз. Діни сауатты болу үшін бір діни курсты бітіру шарт емес. Діни сауаттылық ұлттық тарих, дәстүрмен қатар әлемдік деңгейдегі үрдістерден хабардар болудан құралады. Өз отанын сүю мен дәстүрін ұстану, тарихын қастерлеу діни сауаттылықтың бір қыры. Өйткені қазақ тарихына үңілген кез келген адам қазақ халқында өзге елді жаулау, өзге ұлт пен дінді кемсіту секілді көріністердің орын алмағандығын көреді. Дін адамзаттың рухани мәдениетінің маңызды бөлшегінің біріне айналды. Дін арқылы адамдар арасындағы рухани байланыстан ұлтаралық келісім мен қоғамның беріктігі, адами құндылықты, салт дәстүрді сақтаудың ең жақсы мүмкіндігін көре білуіміз қажет. Жалпы өзімнен кейін бауырларыма айтатыным жаңағы бірінші дұрыс білім алуды айтатын едім. Өзіміздің жаңағы мысалы мынау діни басқарма, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сол кісілердің бекіткен жаңағы имамдардан үйренуін, имам теологтардан. Жаңағы қаяқта жаңағыдай оқып келген кісілердің емес, қайда оқыған білмейтін, яғни айтайын деген. Ондай кісілердің емес, жаңағыдай қайда оқып келген белгілі, өзіміздің мемлекетіміз ұстанатын, ханафи мазхабы бойынша ұстанатын немен оқуларын, жаңағыдай үйренулерін бірінші айтатын едім. Кейін жаңағыдай өздері де кітап оқиды ғой. Негізі менде бәрін біреу үйреткен жоқ маған. Мен өзім кітап оқыдым да. Мен кітапқа қызығамын оқығанға. Сол кітап оқып, сол көп нәрсені тіке түсіндім да. Сол айтатын жаңағыдай негіз оқыған нәрсесін білімді кісілерден сұрап тұрса жаңағыдай. Мысалы тіке түсініп алып, мынау осындай екен деп кетпесе деп айтатын едім. Бүгінгі күні бізді байланыстырып қана қоймай, ырқымыздан тыс өз дегеніне көндіріп, көгеніне жіпсіз байлап алған билеуші бір күш бар. Ол интернет. Соның ішінде Facebook, Instagram, WhatsApp, VK
тағы басқа сияқты әлеуметтік желілерді бүгінде еңбектеген баладан бастап егде жастағы адамдарға дейін пайдаланып, тұрақты тұтынушыларына айналған. Өкінішке орай, жастарымыздың басым көпшілігі әлем мойындаған ғалымдардың еңбектерінен гөрі осы әлеуметтік желілердегі жалған ақпараттарға көбірек сенетін болды. Осының салдарынан бүгінде темір тордың ар жағындағылардың санын сол апаттың жетегіндегілер құрап отыр. Кейін ол анау жихад деп жаңа неге көрсетіп жатқандар бар интернетте. Оны біз де көрдік. Ох, істеп жатыр екен, не қылып жатыр екен. Ол жерде жаңағыдай тарғибат деген не бар? Үйім бар, қызықтырушы деген, арабша тарғибат деген. Сол қызықтырып түсіреді, жаңа бір жерге отырып алып, жаңа осындай мынау былай бүйтіп жатыр, өйтіп жатыр, ой келіңдер, жаңа бәрі дайын, келсеңдер болады деген сияқты. Сондай немен қызықтырып шақырады да. Оған жаңағыдай алданып кетіп қалмауларын айтады енді. Міне, кең ойламай, кем ойлайтын кейбір қандастарымыз тар түсініктің шырмауынан шыға алмай, отанын қорғап, отбасын асыраудың орнына қолына қару алып шек арасты. Қазір интернет имам, скайп шейхтардың дүдәмәл пәтуаларын тыңдаған кейбір жастарымыз жихад деп жат елге аттанып кетті. Өкінішті, талайлардың тағдыры тәлкекке түсті. Иә, теріс ағымның тырнағынан қалай сақтануға болады? Жат ағымның жетегінде кетпеу үшін не істеуіміз керек? Мұның жолы бар ма? Балам жат ағымға ермесін деген әрбір ата-ана, балалары, туыстары, таныстары дінге қызығушылық танытып атқан болса, тыйым салып керек емес. Егер де біз өз отбасымызда, дастархан басында балаларымыздың діни сана сезімін қалыптастырмайтын болсақ, дәстүрлі бағытта онда көше қалыптастырады. Біз қазақстандықтардың, оның ішінде қазақ халқының әлеуметтік діни санасын Абайдың 38-ші, 36-ші, 13-ші қара сөзінің шеңберінде, Шәкәрімнің мұсылмандық шарттары трактатының шеңберінде, ұлттың тұңғыш ұстазы Ыбырай Алтынсариннің мұсылмандық тұтқасы трактатының шеңберінде, қазақ халқының дана тұлғаларының бірі Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің дастандарының шеңберінде қалыптастыратын болсақ, әдейі арнайы түрде жасалып жатқан құбылыстардың алдын аламыз деп есептеймін. Дін, ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің деген даналардан қалған тамаша тәмсіл бар. Қасиетін қадірлей алмаған ел қасіретке ұшырайды. Мұны тарихтан жақсы білеміз. Дін рухани азық, білмегенге от, оттан өрт шығады. Қоғам болмасын, оның дамуы немесе керісінше құлдырауы бірінші кезекте сол ортада өмір сүріп отырған адамдарға тікелей байланысты. Демек, әрбір адамның сана сезімінің, біліктілігі мен білімінің, мәдениетінің деңгейі және белсенділігі сол қауымдастықтың даму дәрежесін айқындайды. Қоғам мүшелері неғұрлым білімді, мәдениетті, белсенді болса, ол соғұрлым тез дамиды. Сонда ғана өз елінің кері кетуіне жол бермей, алға қойған биік мақсаттарға жетеді. Бұл ешқандай дәлелдеуді қажет етпейтін қағида.